Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді, өте керемет болып шығатын, ішінде сгущенкасы бар және жаңғағы, миндаль жаңғағы бар, өте керемет печеньелар дайындайтын боламыз. Менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен печеньені дайындау үшін біз 2 жұмыртқамызға ерітілген сары майды қосып жақсылап араластырасыздар. Кейін осы массамызға қантымызды қосасыздар және де араластырасыздар. Қант кішкене әбден араласқанша, яғни ерігенше, және де аздаған разрыхлитель мен ұнды қосып біркелкі қамыр пайда болғанша илеп аласыздар. Кейін қамырыңызды илеп алғаннан кейін 2 бөлікке бөлесіздер де осындай ұзынша етесіздер. Кейін осы ұзынша етіп илеп алғаннан кейін оны бірнеше бөліктерге бөлесіздер де осылай домалатып аласыздар. Осы қамырдан 30 данадай печенье шығады. Кейін дөңгелетіп алғаннан кейін оны жұқа етіп жайып аласыз. Жұқа қылып жайып алғаннан кейін бір жақ шетіне қарай сгущенкаңызбен жаңғағыңызды саласыз. Кез келген жаңғақты алуға болады. Менде миндаль жаңғағы алынған болатын. Кейін осыны салмамызды салғаннан кейін бір жақ шетін жауып, екі жақ шетін және түйесіздер видеодағыдай, және де орап шығасыздар қамырды өзіне, және де орауы біткен жерден жақсылап түйіп аласыздар. Яғни салмасы шығып кетпейтіндей әбден түйіп алғаннан кейін рогалики секілді формаға келтіресіздер. Барлығын жасап болғаннан кейін 180 градуста 15-20 минут духовкада беті қызарғанша пісіріп аласыздар. Пісіріп алған печеньеларды мен осылай әрледім. Бірінші бетіне жаңағы варенье сгущенкамды жағып, және де үгітілген жаңғақтарымды сеуіп алдым. Екінші түрі әрлегенде мен қалғандарына тек қант ұнтағын сеуіп шықтым. Міне осындай печеньеларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.